Бүгінгі сабағымызды біз қазақтың қоғам қайраткері, түркітанушы, тіл біліміне мол еңбек сіңірген ғалым, әрі аудармашы, еліміздің, ұлтымыздың жанашыры, тіл жанашыры Телжан Шонанұлының өмірі мен шығармашылығына арнаймыз бүгінгі сабағымызда. Сабағымыздың тақырыбы Телжан Шонанұлы және қазақ тілі мәселелері деп аталады. Сабағымыздың мақсаты осы Телжан Шонанұлының шығармалары мен еңбектерін танысу және осы Телжан Шонанұлының шығармалары арқылы тілімізді сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу және ел, жер тарихын білуге, елімізді, жерімізді сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады. Бүгін біз сабағымызда Телжан Шонанұлының өмірбаянымен танысамыз. Телжан Шонанұлы 1894 жылы 17 желтоқсанда қазіргі Ақтөбе облысындағы Ырғыз ауданы Аманкөл ауылдық округінде дүниеге келген. Ол кісі Алашорданың оқу комиссиясының мүшесі болған, тілтанушы, түркітанушы болған. Ол кісі жоғары оқу орындарында сабақ берген студенттерге және қазақтың білімді зиялыларының арасында өткен съездерге қатысып сөз сөйлеген. Ол кісі әрі аудармашы болған, түркітанушы болған. Ол кісінің еңбектері өз дәуірінде жалпы ғалымдар арасында өз бағасын алған. Мәселесінің тарихы даналық, сауаттан тіл дамыту, колхоз ауылы, қазақ тілінің оқу құралы туралы еңбектері бар. 1920 жылы 15 сәуірде қазақ өлкесінің зерттеу қоғамына мүше болып қосылды. Латын әліпбиін енгізді. Телжан Шонанұлы 1929 жылы Қазақстан жағдайфиясын жазған және де ол 1920 жылдан 1937 жылға дейін аралығында 32 оқулық пен 72 мақал-мәтел жазған. Крупскаяның кітаптарын, еңбектерін қазақ тіліне аударды. жақсы аудармашы ретінде тәрбиеледі. Телжан Шонанұлы 1894 жылы 17 желтоқсанда қазіргі Ақтөбе облысындағы Ырғыз ауданы Аманкөл ауылдық округінде дүниеге келген. Ол кісі Алашорданың оқу комиссиясының мүшесі болған, тілтанушы, түркітанушы болған. Ол кісі жоғары оқу орындарында сабақ берген студенттерге және қазақтың білімді зиялыларының арасында өткен съездерге қатысып сөз сөйлеген. Ол кісі әрі аудармашы болған, түркітанушы болған. Ол кісінің еңбектері өз дәуірінде жалпы ғалымдар арасында өз бағасын алған. Мәселесінің тарихы даналық, сауаттан тіл дамыту, колхоз ауылы, қазақ тілінің оқу құралы туралы еңбектері бар. Телжан Шонанұлы 1929 жылы Қазақстан жағдайфиясын жазған және де ол 1920 жылдан 1937 жылға дейін аралығында 32 оқулық пен 72 мақал-мәтел жазған. 1920 жылы 15 сәуірде қазақ өлкесінің зерттеу қоғамына мүше болып қосылды. Латын әліпбиін енгізді. Сабағымызды біз қазақтың қоғам қайраткері, түркітанушы, тіл біліміне мол еңбек сіңірген ғалым, әрі аудармашы, еліміздің, ұлтымыздың жанашыры, тіл жанашыры Телжан Шонанұлының өмірі мен шығармашылығына арнаймыз бүгінгі сабағымызда. Сабағымыздың тақырыбы Телжан Шонанұлы және қазақ тілі мәселелері деп аталады. Сабағымыздың мақсаты осы Телжан Шонанұлының шығармалары мен еңбектерін танысу және осы Телжан Шонанұлының шығармалары арқылы тілімізді сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу және ел, жер тарихын білуге, елімізді, жерімізді сүюге, құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады. Бүгін біз сабағымызда Телжан Шонанұлының өмірбаянымен танысамыз. Телжан Шонанұлы 1894 жылы 17 желтоқсанда қазіргі Ақтөбе облысындағы Ырғыз ауданы Аманкөл ауылдық округінде дүниеге келген. Ол кісі Алашорданың оқу комиссиясының мүшесі болған, тілтанушы, түркітанушы болған.
оқысы жоғары оқу орындарында сабақ берген студенттерге және қазақтың білімді зиялыларының арасында өткен съездерге қатысып сөз сөйлеген, ол кісі әрі аудармашы болған, түркітанушы болған, ол кісінің еңбектері өз дәуірінде жалпы ғалымдар арасында өз бағасын алған. Мәселесінің тарихы даналық, сауаттан тіл дамыту, колхоз ауылы, қазақ тілінің оқу құралы туралы еңбектері бар. 1920 жылы 15 сәуірде қазақ өлкесінің зерттеу қоғамына мүше болып қосылды, латын әліпбиін енгізді. Жайыңыз бар? Тележан Шонанұлы 1929 жылы Қазақстан жағдайын жазған және де ол 1923 жылда 1937 жылға дейін аралығында 32 оқулық пен 72 мақал-мәтел жазған. Жақсы. 16 жылы Байтұрсыновпен бірлесіп мектеп оқушыларына арналған оқу құралын хрестоматия Құрастырып жазып шықты. Крупскаяның кітаптарын еңбектерін қазақ тіліне аударды. жақсы. Аудармашы ретінде танымыз, бұл сабағымызды біз қазақтың қоғам қайраткері, түркітанушы, тіл біліміне мол еңбек сіңірген ғалым, әрі аудармашы, еліміздің, ұлтымыздың жанашыры, тіл жанашыры Телжан Шонанұлының өмірінен шығармашылығына арнаймыз бұл сабағымызда. Сабағымыздың тақырыбы Телжан Шонанұлы және қазақ тілі мәселелері деп аталады. Сабағымыздың мақсаты осы